тұрам, содан кейін мәселе шешіледі деп ойлады. Қытайдың осы жоспарын бұзу үшін әрбір қазақтың жігіті арызды борату керек. Әрбір халықаралық сайттағы ірі басылымдағы арызды борату керек. Сосын Қытай бір нәрсе түсінеді. Серікжанның қолында тұрған түк жоқ екен ғой. Сонда ғана мәселе шешіледі. Ал болмаса Қытай ойлап тұр, болды, біз жеңіске жеттік. Екінші бір қауіп бар. Атажұртты аты бар, заты жоқ формалды ұйымға айналдырып қоюы мүмкін. Немесе атажұртты жіктеуі мүмкін. Ол кезде атажұрт қандай ұйымға айналады? Айына бір конференция. Ауладан үрген аспайтын бір иттер болады. Дауыс әлемге жетпейді. Бұл бір айда бір конференция. Немесе 2 айда бір конференция. Бұл сосын жүреді атажұрт. Өкей жесірлерге, жетімдерге киім таратып, ұн таратып. Ана мәселені халықаралық деңгейде көтеру қалқап, онымен күріш таратуға ойысып кетеді. Ал егер атажұрт онымен күріш таратуға ғана ойысып, мәселені әлемдік деңгейде көтеретін ұйым дәрежесіне түсетін болса,